Армысыздар, қадірменді достар. Біз бұл дәрісте еңбек шығындары туралы ақпарат алуға тырысамыз. Еңбек шығындары орыс әдебиеттерінде труда затраты деген сөзбен келеді. Еңбек шығындары ол белгілі бір жұмысты толық бітіруге қажетті жұмыс уақытының мөлшері. Дегенмен еңбек шығындары өзгеше өлшем бірлікпен өлшенеді. Ол қандай өлшем бірлік? Ол адам сағат деген өлшем бірлік. Орыс әдебиеттерінде человека час деп келеді. Бұл өзгеше болған адам сағат өлшем бірлігі не мағынаны береді? Адам сағат көрсеткіші жұмысшылардың жұмыс орнында қанша сағат болғандығын көрсетеді. Сондай өзекті, сондай маңызды, сондай қызықты өлшем бірлік болып табылады. Қазіргі таңда өте қажет. Жалпы еңбек шығын анықтау бізге еңбек өнімділігін есептегенде әрі статистикалық есептер жасағанда өте қажетті дүние болып табылады. Мысал келтірейік, 10 жұмысшы белгілі бір жұмысты 8 сағат жасады. Және де аяқтады. Жұмыс толығымен бітті. Енді осы 8 сағат жұмысты бір күнде жасаған болатын болса, онда бір күндегі еңбек шығыны неге тең? Ол үшін біз не істейміз? Біз 10 жұмысшыны көбейтеміз 8 сағатқа, сонда біздің еңбек шығынымыз 80 адам сағат болып табылады. Яғни, ол 80 адам сағат деген еңбек шығынның мағынасы, ол 10 жұмысшының толықтай қатысып 8 сағат бойы жұмыс жасағанында бағанағы жұмысты бітіреді деген мағына береді. Егер гараж салу, егер бір жұмысты мысалы гараж салу деп есептейік, онда егер гараж салудың еңбек шығыны 80 адам сағат дейтін болсақ, онда ол гараж салу үшін 8 адам 10 сағаттан жұмыс жасау керек, немесе 10 жұмысшы 8 сағат жұмыс жасау керек деген мағына береді. Тағысын тағы, мысалы, 40 адам 2 сағат жұмыс жасау керек дегенде мағына береді. Яғни, жалпы бұл недегі мақсат, бағанағы белгілі бір гараж салуға кететін еңбек шығын қанша екенін анықтау. Немесе белгілі бір бригадаларды салыстырған кезде. Кейбір бригадалар 10 жұмысшы болып 7 сағат жұмыс жасау мүмкін. Онда оның еңбек шығыны 70 адам сағат болады. Яғни 70 адам сағат 80 адам сағатқа қарағанда аз болады, әрі оның еңбек шығыны да аз болады. Яғни, бағанағы 10 адам 7 сағат жұмыс жасап, жұмысты толықтай бітіргені үшін олардың еңбек өнімділігі сәйкесінше жоғары екендігін көрсетеді. Енді біз білеміз, бір күндегі еңбек шығыны ол 80 адам сағат болды, ал бір айдағы еңбек шығыны неге тең? Ол үшін біз не істейміз? Бағанағы аталмыш 80 адам сағатты, яғни бір күндегі еңбек шығынын көбейтеміз қаншаға? 21 күнде. Себебі жексенбі және сенбі күндерін есепке алмаймыз. Сонда бұл еңбек шығыны ол 1680 адам сағат болып табылады. Егер бағанағы жұмысты бір ай жұмыс жасаған болса 8 адам, 10 жұмысшы, онда ол жұмыстың еңбек шығыны 1680 адам сағат болып табылады. Ал егер біз осы аталмыш жұмысты бір адам бір ай жасайтын болса, оның еңбек шығыны неге тең болады? Біз білеміз, бір айда ол 21 күн жұмыс жасайды. Және де бір күнде 8 сағат жұмыс жасайды. Сонда оның еңбек шығыны 168 адам сағат болып табылады. Яғни, сондай осы белгілі бір жұмысты жасауға бір еңбек шығын, онда 168 адам сағат деп атайсыздар. Енді еңбек шығынының көрсеткіші ол адам сағат деген өлшем бірлікпен өлшенеді. Және де ол төмендегідей формуламен анықталады. Ол L деген ол ағылшын тілінде labor деген жұмысшы деген сөзден шыққан. L деген өндірістік үдерістегі жұмысшылар саны. Бағанағы біздің 10 жұмысшы. Және T деген time деген ағылшын тілінен шыққан. Ол бір жұмысшыға есептелген нормативті, жоспарлы, нақты жасалған жұмыс сағаттарының орта мәні. Ол бағанағы біздің аталмыш 8 сағатымыз болып табылады. Енді тағы да бір мысал келтірейік. 3 жұмысшы пәтерге жөндеу жұмыстарын атқарды. Пәтердің аумағы 32 шаршы метр, яғни 32 метр квадрат. Және де олар 4 күн жұмыс жасады. Әр күні 8 сағатта жұмыс жасады. Енді
олардың жалпы және үлестік еңбек шығындары неге тең? Анықтауымыз үшін не істейміз? Біз жалпы еңбек шығынын бірінші анықтайық. Ол үшін біз білеміз бағанағы L деген ол жұмысшылар. 3 жұмысшыны көбейтеміз. Олар 4 күн жасады, уақытқа көбейту керек қой енді, time деген. Ол 4 күн жұмыс жасады, 4 күн бойы 8 сағат жұмыс жасады, яғни 4/8-ді көбейтіп тұрып біз анықтаймыз. Сонда тең болады 96 адам сағат. Яғни бағанағы пәтерді 32 шаршы метр аумағы болған пәтерді жөндеу үшін 96 адам сағат еңбек шығыны жұмсалған болып табылады. Ал үлестік еңбек шығыны неге тең? Ол үшін біз не істейміз? 96 адам сағатты бөлеміз 32 шаршы метрге тең болады 3 адам сағат. Яғни 1 метр квадратқа 3 адам сағат еңбек шығыны жұмсалады екен. Яғни 1 метр квадратты аяқтауы үшін 3 адам 1 сағат жұмыс жасауы қажет. Немесе 1 адам 3 сағат жұмыс жасауы қажет болып табылады. Яғни 1 метр квадратқа тағы да қайталаймын. 3 адам 1 сағат жұмыс жасауы қажет. Немесе 3 адам 1 сағат жұмыс жасауы қажет. Немесе 1 адам 3 сағат жұмыс жасауы қажет болып табылады. Яғни бұл еңбек шығыны. Яғни біздің бағанағы пәтерге жалпы жұмысқа берген еңбек шығынының мөлшері сондай болып табылады. Енді мысал келтірейік тағы да бір. Біз бағанағы 32 шаршы метр пәтерге айттық 96 адам сағат еңбек шығыны жұмсалды. 96 еңбек сағат 96 адам сағат еңбек шығынымыз біздің. 32 шаршы метр пәтерді жөндеуіміз үшін біз 96 адам сағат еңбек шығыны жұмсадық. Және де оған 3 жұмысшы қажет болды. Олар 4 күн жұмыс жасады, әр күні 8 сағатта жұмыс жасады. Бізге тағы да бір заказ түсті, яғни тапсырыс түсті. Ол басқа пәтер, оның да аумағы 38 шаршы метр. Біз білеміз, біз алдыңғы пәтерге білеміз ғой, 96 адам сағат еңбек шығын жұмсағанымызға. Енді айтады, олар айтады бізге. Біздің 6 жұмысшымыз бар дейді. Тек қана сіз бізге қанша уақыт жұмыс жасаймыз, соны есептеп бер дейді. Яғни біз қалай есептейміз? Біз білеміз 96 адам сағатты бөлеміз 6 жұмысшыға, сонда 16 сағат болады. Яғни біз айтамыз, бағанағы 32 шаршы метр квадрат шаршы метр пәтерінде егер 6 жұмысшы жұмыс жасайтын болса, онда олар 16 сағат жұмыс жасайды. Егер әр күні 8 сағатта жұмыс жасайтын болса, онда 2 сағатта бітіреді деп айтамыз. Немесе олар айту мүмкін, біздің осы пәтерімізді 8 сағатта тез-тез бітіріп беріңдерші десе, біз олар айтамыз, бағана 96 адам сағат еңбек шығыны ғой, біз білеміз ғой. Онда 96 адам сағат еңбек шығынды біз бөлеміз 8 сағатқа, тең болады 12 жұмысшы. Яғни біз айтамыз, егер 8 сағатта бітір деген болса, онда бізге 12 жұмысшының айлығын бер дейміз. Дәл солай есептейміз. Өте қажетті дүние болып табылады. Бұл жай ғана бір қарапайым ғана мысалы, көптеген жағдайлар есептелінеді. Бұл жалпы сізге тек қана көзқарас түсінік қалыптастыру болып табылады. Еңбек шығындары туралы егер қызықтырақ болса, ғаламтордан таба аласыздар. Және де осы сабақтың, дәрістің электронды нұсқалары төмендегі қоғамдық желідегі сілтеме бойынша таба аласыздар. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.